Сәлем достар, бүгін пирожки дайындайтын боламыз. Бұл пирожкиді пеште де қуырып та жасауға болады, өз қалауларыңыз бойынша. Қамырымызға мен ұнымды електен өткізіп дайындап алдым. Үстінен қант, тұз және де дрожж салып, менде дрожж аздау қалған, барын салдым. Сіздер біраз қасық саласыздар. Және үстінен жылы суымызды құйып, сұйық майымызды құямыз және де қамырымызды қолымызбен осылай илейтін боламыз. Ортасында комоктар қалып қоймау керек. 30 минутқа тындыруға қалдырып қоямыз. Қамырымыз көтеріледі. Мен алдын ала начинкамды дайындап алдым. Дайын қамырларымызды осылай бөліктерге бөлеміз және оларды тағы да тындырып алып, осылай домалақтап қамырларымызды жайып, начинкамызды салып, пирожкилерімізді жасаймыз. Мен пергамент қағазын пайдаландым, формамызға оны төсеп, пирожкилерімізді орналастырамыз. Оларды тағы да 10 минутқа тындырып қойып, бетіне жұмыртқаны жағып, мен әдемілік үшін мак септім. Сіздер кунжут немесе тағы да басқасын пайдалансаңыздар болады. 180 градуста қызып тұрған пешімізге саламыз. Менде қамырым артығымен қалды, начинкам аздау болып қалды. Сол себепті қалған қамырға булочки жасауды шештім. Екі түрлі булочки жасадым. Біреуіне ортасына осылай сармай жағып, бетіне қант шашып, сондай булочки жасадым. Ал екіншісін дәл осылай домалақтап жайып, ортасына блендерден өткізген алмамызды салып, екінші булочкемізді де осылай дайындап алдым. Оларды басқа формаға орналастырып, бетін жауып, тағы да 10 минутқа көтерілуге қалдырдым. Сол аралықта менің пирожкиім пісіп дайын болды. Міне көріп тұрғандарыңыздай, енді булочкилерімізді салып жібердім, бетіне жұмыртқа жақтым. Міне осылай пісіп дайын болды. Ас болсын.